Бүгін 1688 сайтына распаковка жасаймыз. Так, видеоның соңында мен бұл заттарды общий суммасы қанша болса соны айтатын боламын. Так, ең бірінші, мына өзіме трико заказ бердім қыстың күніне. Видеода да көрініп тұрған шығар, качествосы қалай болып келгені. Не, прям күшті болып келді, синтетика не емес. Так, осы. Потом бірінші өзіме алған заттарды распаковка жасаймын. Потом балалардікін солай. Мына лосины даже қалың емес. Жазға, күзге болады. Тура ойымдағыдай келді. Качествосы күшті келді. Так, келесі. Так, носки заказ бердім. Қыстың күніне қалың мындай. Екі түсінен осылай. Вот. Қалың носки. Так, келесі. Бұл жолдасыма джинсы заказ бердім. Негізі бір размер үлкен беру керек еді. Мен ана бұрынғы шалбармен заказ бердік та. Размермен сондай берген кішкентай сияқты. Бірақ качествосы күшті келген міне. Бір иісі бар, бірақ андай духидің иісі ма, непонятно. Қалтасы бәрі, ромашкалар еді. Күшті. Так. Келесі. Кіші ұлыма осындай пенжек. Пенжектен ма, безрукавка ма, қалай дейді. Осындай. Мен мынаны жұқарақ деп ойлансам, қалың болып кетті. Күн қатты суық кезде ғана келеді екен бұны. Так, келесі. Бұл двойка менде. Несі, трикосы. Трико. И потом, үстіндегісі. Качествосы енді прям күшті. Жақсы екен. 10 из 10 дейді ғой, сондай. Келесі. Жолдасыма осындай носки алдым. Қалың носки. Штук. Шын көрсетейін, андай жүн ба, сондай бірдеңке. Несін білмеймін. Перчаткалар ішінде болады ғой. Сондай сияқты жүнді. Так. Келесі бізде екі штук екен, мынаны бір упаковкасын ішінде. Орташа қалыңдықты алдым, мынаны. Қатты қалың қылып алмадым. Уже таратыстан артық қалған 8 штук қалды. Так, келесі. Так, двойка. Қадап алған болатынбыз. Қалың болып келді. Қалың болып келді. Фотосын қой қойым осы жерде. Так, мына үстіне. Мынадай. Капюшонмен. Вроде мен капюшонсыз заказ берген сияқты едім. Что-то капюшонмен кетті. Так. Шыңға көрсетейін. Мына жерінде бірақ тігістері не очень ски. Жақтары бір түрлі. Дұрыстап тікпеген ба? Деп әңгіме айтып қойсың ғой. Шамада. Келесі. Кіші ұлыма боди заказ бердім. 12 ай дегенді. Біз қазір жетаймыз. Жетайға алып едім. Салмағы бізде 13-12 килограмм. Мына жета тұп-тура болып тұр. Біз бірақ жетаймыз. 12 айлық бағаны кәкен мынау. Матасы күшті. Күзге де жазға да киюге болатын сияқты. Көкте осыдан 2 заказ бердім. Ада көрі сондай. Келесі. Қадаркеге боди заказ бердім. Қыз баласына. Қадай күшті. Осы боди. Одан кейін барып. Қалзунки. Сәлем. Сәлем. Боспар. Жаласып келіп. Бізде пазунки үлкен алым алдым. Так, качествосы күшті екен. Жұмсақ, приятный. Енді андай носочки сияқты. Ішін қазір көрсетейін. Іші қатты қалың емес. Типа лосинаның несінде ғой. Осыдан 2 заказ бердім. Екі түсінен біреу ашық серый, біреу черный серый. Келесі. Подарка заказ бердім. Подаркаға заказ бердім. Осындай двойка. Не, мынау. Маған. Подаркаға береміз. Качествосы міне осындай. И астыңғысы осындай мата. Маған болады. Демекен. Папа, мама. Демекен. Маған болады. Сосын осындай пазункидан 2 штук заказ бердім. Біреуін қазір уже киіп жүр. Біреу міне
келесі. Қызға осындай футболка подаркаға алған болатын. Так, мына кофточкасы. И кофточканың сыртынан киетін мынандай боди дейма. Осындай бір. Опа. Күшті. Матасы мынаны прям күшті екен, мына қотасына. Так. Вроде осы заказ. Ана. Еще мынандай подарка алған болатын. Мындай. Тұратын. Видеоларын келесі посттарға Мама, миком болмай. Сен көне подарка ол. Ол миком болмай. Осылай. Жабыстыратындары бар екен осыны. Размер осындай. Общий суммаға кеткен суммасы 40 мың теңгедей болды. Плюс весіне 10 мың теңге. 10 мың теңге. Грубо говоря, 50 мың теңге кетті общий сумма. Бұл нормально ма, қалай ойлайсыздар? Маған комментарий. Айтпақшы, 1688 үйренгілеріңіз келсе, маған тіркеліп комментарийге жазып кетіңіздер. 1688 деп. Келесі видеоларда түсіндіретін боламын.